Жол және орналастыру тақырыбына арналған 10 шақты әртүрлі есептерді қарастырып көрейік. Біріншісі, турист оңтүстікке қарай 2 километр жүрген соң батысқа бұрылып 3 километр жүрді. Одан соң солтүстікке бұрылып 10 километр жүрді де батысқа бұрылып тағы 3 километр жүрді. Туристің жүрген жолы мен толық орын ауыстыру моделі қандай? Берілген жазып алайық. Оңтүстікке қарай 2 километр жүрді. L1 тең 2 километр. L2 батысқа 3 километр жүрді. Одан соң солтүстікке бұрылып 10 километр. 10 километр. Батысқа бұрылып тағы 3 километр. 3 километр. Туристің жүрген жолы мен толық орын ауыстыруы. L белгісіз, S белгісіз. Енді жүрген жолды табу ол оңай. L тең болады L1 плюс L2 плюс L3 плюс L4. Қосамыз барлығын. Так, 2 қосу 3 қосу 10 қосу 3 тең болады 18 километр. Турист жалпы 18 километр жол жүрді. Ал енді орын ауыстыруын табу үшін бізге бұның кішкене траекториясы керек болады. Сол үшін оны міндетті түрде сызу керек. Бірінші оңтүстікке қарай 2 километр жүрген. Бұл жерде ең көп жол жүргені 10 километр солтүстікке қарай бұрылған. Демек, кішкене мына нүктеден алып көрсек. А нүктесіне тұрған турист оңтүстікке қарай 2 километр жүрген. 2. Сосын батысқа бұрылып 3 километр жүрген. Мынау 3 километр жүрген. Так, онан соң солтүстікке бұрылып 10 километр жүрген. Мына арақашты 10 километр деп ойлайық. Сосын батысқа бұрылып тағы 3 километр жүрген. Мынау бізде 3 километр. Туристің жалпы орын ауыстыру мына бастапқы орны міне, соңғы орны міне, осы екеуінің арасын табу керек. Екеуінің арасын былай так. Түзу деп ойлайық. Осы арақашты табу керек. Енді оны қалай тапсақ болады? Міндетті түрде үшбұрышқа келтіру керек. Үшбұрышқа желательно тікбұрышта, Так, оған келтіру үшін біз былай істесек болады. Мынаны ары қарай созып көрсек. Мынаны былай қарай созып көрсек. Мынау бізде тікбұрышта үшбұрыш пайда болады қазір мына жерде. Енді мына арақашты қанша? Мына жер 3 метр, 3 километр болса, демек мына арақашты 3 километр. Мына 3, демек мына арақаштық бізде 6 километр. Так, мына арақаштық бізде 6 километр. Ал енді бізде мына арақаштық 2 километр. Мынау полный 10 километр. Мына жер 2 болса, мынау толық 10 болу үшін, демек мына жер 8 болу керек. Демек мына арақаштық бізде 8. Мына арақаштық 6, мына арақаштық 8. Демек орын ауыстыру бізде мынау. Демек тікбұрышта мынау гипотенузасы болып тұр. Сонда S тең болады 8-дің квадраты қосу 6-ның квадраты деп табамыз. Міне бір қабырғасы 6, бір қабырғасы 8. Сонда 8-дің квадраты 64, 6-ның квадраты 36, 100, одан 10 шығады екен, 10 километр. Демек біздің орын ауыстыруымыз 10 километр, жүрген жолымыз 18 километр екен. Ары қарай келесі есеп. Келесі, оқушы үйінен солтүстікке қарай 500 метр, сосын 100 метр шығысқа, одан кейін 200 метр оңтүстікке, сосын 500 метр батысқа жүріп өтті. Жолаушының жүрген жолы мен орын ауыстыруын тап. Қайтадан осыған ұқсас есеп. Оқушы үйінен солтүстікке қарай 500 метр жүрді. L1 500 метр. Сосын 100 метр шығысқа. 100 метр шығысқа жүрді. Одан кейін 200 метр оңтүстікке. 200 метр. Сосын 500 метр батысқа жүрді. Жолаушының жүрген жолы мен орын ауыстыруы. L белгісіз, S белгісіз. L-ді табамыз. L тең жол, бәрін қоса береміз, бітті. L тең L1 қосу L2 қосу L3 қосу L4, 500 қосу 100 қосу 200 қосу 500 тең болады 1300.
1300 метр. Ал енді орын ауыстырып табу үшін міндетті түрде оны сызуымыз керек. Оқушы үйінен солтүстікке қарай 500 метр жүрген. Былай қарай 500 метр жүрген. Мынау бізде 500. Сосын 100 метр шығысқа жүрген. Мынау бізде 100 болсын. 100 метр шығысқа жүрген. Так, метр жазбадым, мына жазбай қойсайын. Так, одан кейін 200 метр оңтүстікке жүрген. 200, мынау 100, мынау 200 болсын. Сосын 500 метр батысқа қарай жүрген. Так, кішкене созайын. Мына батысқа қарай тағы 500 метр жүрген. Орын ауыстыру, бастапқы орын мен соңғы орынның арасы мына ара қашықтық. Демек біз қазір мына жерді табуымыз керек. Мына S белгісіз. Қайтадан тікбұрыш үшбұрыш шығып тұр. Тек қана мына екі қабырғасын тапсақ, үшінші орын ауыстырып табамыз. Так, мына жер толығымен 500 метр, а мына жер 200. Демек мына жер 200, демек мына 500-дің қалғаны мына жер 300. Мына қабырғасы 300 болды, а мына қабырға 100, мына жер 100. Демек мынау полный 500 тұғын, мына жері 100 болса, мұнда демек 400 деген сөз. 400, 300, демек орын ауыстыру 500. Пифагор бойынша S тең болады. 400-дің квадраты қосу 300-дің квадраты тең болады. 500 түбірасынан шығарсақ. Бітті, сонда орын ауыстыру 500, жүрген жол 1300. Ары қарай келесі есепке көшейік. Так, көл бетінде қайық тура солтүстік шығысқа қарай 2 километр, содан кейін солтүстікке қарай тағы 1 километр жүрді. Қайықтың жүрген жолы мен орын ауыстыруы. Солтүстік шығысқа қарай 2 километр жүрген. L1 тең 2 километр деп қояйық. L2 одан кейін солтүстікке қарай 1 километр жүреді. Жүрген жолы мен орын ауыстыруы белгісіз. Жүрген жол 3 километр. 2 қосу 1, 3 километр. Ол белгілі. Орын ауыстыру. Қайтадан суретін саламыз. Бірінші қайық солтүстік шығысқа қарай жүрген. Солтүстік шығыс мына жақта, солтүстік жоғарыда. Демек дәл солтүстік шығысқа қарай былай жүрген. Солтүстік шығыс екеуінің ортасында. Sonra солтүстік пен шығысқа 45 градус бұрыш жасап кетіп бара жатыр. 2 километр. Сонан соң солтүстікке қарай 1 километр. Тіке солтүстікке қарай 1 километр. Мынау 2 жүрген, мынау 1 жүрген. Енді оның орын ауыстыруы. Бастапқы орын мен соңғы орынның арасы мына жер. Мына S тап дейді. Мына екеуінің арасында бұрыш 135 градус. Ол белгі. Былай қарай жаңа шығыс момент. Шығысқа қарай 45 градус бұрыш жасады ма? Перпендикуляр түсірсек, мына жер 90, демек мына жерде 45 болады. Мына жер 45 болса, мына жер демек 135 градус болады деген сөз. Сонда 2, 2, 1, 2 қабырғасы арасына бұрыш 135, ары қарай косинустар теоремасы бойынша табамыз. S тең болады. Түбірасында 2-ның квадраты қосу 1-дің квадраты минус 2 еселенген 2 көбейту 1 көбейту косинус 135. Енді есептейміз ары қарай тең. 2-ның квадраты 4, 1-дің квадраты 1, 2-ін қосқанда 5, түбірасында 5. Мынау минус пен, косинус 135-тен минус, түбірасы 2 бөлінген 2 шығады. Мына минус пен минус плюс береді. Сол үшін бірден плюс 2 көбейту 2, 4 көбейту түбірасы 2 бөлінген 2. 4 пен 2 қысқарады, 2 түбірасы 2 қалады. 5 плюс 2 түбірасы 2. Неге жауабымыз осы? Бірақ енді ары қарай жоқ мәнмен шығарсақ, түбірасы 2-ден жобамен 1,4 шығады. 2 көбейтеміз. 1,4 2 өтеміз. 2,8. 5-ке қосамыз. 7,8 деген мән жоқ мәнмен шығады. Арғы 7,8 түбірасынан шығарсақ. Так, 7,8 түбірасынан шығарсақ. 2,8 жоқтап алғанда. 2,8 так, километр. 2,8 километр. Так, енді ары қарай келесі есебіміз. Так, тақтаны өшіріп алайық.
Доптың 3 метр биіктен еденге түсіп, одан ыршып 1 метр биікке көтерілгендегі орын ауыстыру мен жолы. Так, доп бірінші 3 метр биіктен еденге түскен. Так, одан ыршып тағы 1 метрге көтерілген. Так, көтерілген орын ауыстыру мен жолы. С белгісіз. Так, суретін сақ, еден 3 метр биіктен еденге түскен. Демек, доп мына жерде тұрған. Мына ара қашықтық бізде 3 метр болу керек. Мына добымыз мына отыр. 3 метрден еденге түскен және ыршып 1 метр биікке көтерілген. Түскеннен кейін ол 1 метрге мында көтерілген. Сонда доптың жүрген жолы L тең болады. 3 қосу 1, 4 метр жол жүрген. Орын ауыстыру доп басында 3 метр биікте тұрған. Қазір ол 1 метр биікте тұр. Демек екеуінің арасы 2 метр. S тең болады 2 метр. Бітті. Ары қарай осыған ұқсас тағы бір есеп. Жер бетінен 1 метр биіктіктен допты жоғары лақтырғанда 2 метрге көтеріліп жерге құлады деді. Доптың жолы мен орын ауыстыру. Так, келесі. Жер бетінен 1 метр биікте тұрған. Так, бірден суретін сызып кетсек қалай болады? Жер бетінен 1 метр биікте тұрған. Так, мына жер, мынау жерде доп тұрған, мына ара қашықтық бізде 1 метр болған. Доп жоғары лақтырған 2 метрге көтерілген. Мына жер бізде 2 метр, мына ара қашықтық. Сөйтіп, ол қайтадан жерге құлаған. Қазір уже мына жерге. Былай. Былай сақалады доп. Көтеріліп құлаған. 1 метр биікте тұрған, тағы 2 метрге көтерілген, сөйтіп барып жерге түскен. Сонда мына ара қашықтық бізде 2 метр, мына ара қашықтық бізде 3 метр. Демек, доптың жүрген жолы 2 қосу 3, 5 метрге жүрген. Ал орын ауыстыру басына доп жерден 1 метр биікте тұрған. Қазір енді құласа жерде тұр. Екеуінің арасы 1 метр. S тең болады 1 метр. Ары қарай келесі есебіміз. Материал нүкте радиусы 2 метр шеңбердің 4/3 бөлігін жүріп өткендегі оның жүрген жолы мен орын ауыстыруы. Так, радиусымыз 2 метр. Шеңбердің 4/3 бөлігін жүріп жатыр. N 4/3-ке тең, бірден өздері беріп қойған. Жолы мен орын ауыстыруы. L белгісіз, S белгісіз, мына шеңбер. Так, мынау мысалы А нүктесіне тұрсын, бір айналып, мұнда келсін. 4/3 бөлігін жүрді мұнда. Мұнда айналып, мұнда келді. Жүрген жол табудың формасы оңай. L тең болады 2π rn. Осы формасы аламыз. L тең 2 көбейтілген π. П'ді п'генше қалдыра берейік. R 2-ге тең, n бізде 4/3. 2 4-пен қысқарады. 3 қалады, 3π метр. Сонда жүрген жол 3π метр болады. Ал ары қарай орын ауыстыруға. Так, орын ауыстыру бізде. Так. Бастапқы орнымыз мұнда, соңғы орнымыз мұнда. Б нүктесі деп қойсақ, екеуінің ара қашықтығы бізде мынау болады S. Мынау бізде 2 метр, мына радиус 2 метр. Перпендикуляр. Пифагор теоремасы бойынша шығарамыз. S тең 2-ның квадраты қосу 2-ның квадраты. 2-ның квадраты 4 қосу 4. Түбірасында 8. 8 түбірасынан шығару үшін 2 көбейтілген 4 деп жазсақ болады. 2 түбірасынан шығармай, 4 түбірасынан 2 болып шығады. Сонда 2, мұна 2 қапады. 4 түбірдің астынан 2 болып шықты, 2 түбірдің астынан тұр. Сонда 2 түбірасты 2 метр жүрді десек болады екен. Так, ары қарай. Так, бұл бізде 27.
Келесі есеп тақтаны өшіріп алайық. Велосипедші радиусы 100 метр шеңбер бойымен бір қалыпты қозғалып 2 минутта бір айналым жасайды. Оның 1 минуттағы жүрген жолы мен орын ауыстыруын тап дейді. Так, радиусы 100 метр. Аха. Шеңбер бойымен 2 минутта бір айналым жасайды дейді. Ал оның 1 минуттағы жүрген жол. Демек, 2 минутта бір айналым жасаса, ол 1 минутта жарты айналым жасайды. Демек, n бізде 2-ден 1-ге тең. Жарты деген 2-ден 1. Немесе 0,5 деп алсақ та болады. Оның жүрген жолы мен орын ауыстыруын табуымыз керек. Жүрген жолдың формуласы L тең болады 2π r көбейтілген n. L тең болады 2 көбейтілген π. R бізде 100, n бізде 2-ден 1. 2 мен 2 қысқарады, 100π. 100π метр жол жүрген. Не болмаса пиді ашатын болсақ, 3,14, оны 100-ге көбейтеміз. 314 метр жол жүреді деп айтамыз. Ал енді орын ауыстыруы. Орын ауыстыру бізде былай. Шеңбердің центріміз А нүктесіне тұрған 1 минутта сол шеңбердің жартысын ғана жүрген. Демек, бізде Б нүктесінен келіп шықты деген сөз. Радиусы 100 метр болса, диаметр оның 200 метр деген сөз. Сонда орын ауыстыру бізде как раз диаметрге сәйкес келіп тұр. Демек, S тең болады 200 метр. Жүрген жолы 314 метр, орын ауыстыру 200 метр. Ары қарай келесі есеп. Сағаттың минуттық тілшесінің ұзындығы 2 метр. Сағат 10:15 пен 12:30 аралығында минуттық тілше ұшының жүрген жолы мен орын ауыстыруын тап дейді. Так, минуттық тілшесінің ұзындығы R деп қоя берейік, пока өйткені айналған кезде ол как раз радиустың рөлін атқарады бізде. 2 метр. Сағат 10:15 болған. 10:15 болған және қазір сағат 12:30 болып тұр. Аралығында минуттық тілше ұшының жүрген жолы мен орын ауыстыруын тап дейді. Жолды табу керек, сосын бізге орын ауыстырып табу керек. Енді ол үшін сағатты сызып қояйық. 12, 6, мұнда 9, мұнда 3, так, 10, 11, так, 1, 2, жетер осы. Минуттық тілшесінің ұзындығы 2 метр, сағат 10:15-те. 10:15 деген қай жерде? Мына сағаттық тілі 10-да, 15 деген 3-те тұру керек. Мына 3-те тұру керек. Мына басында мына нүкте тұрған 1 деп қояйық. Бірінші мына нүктеде тұрған минуттық тілінің ұшы. Одан кейін 12:30 болған сағат. 10:15 болған. 1 айналып келген 11:15 болады. 2 айналып келеді 12:15 болады. Ары 12:30 болу үшін тағы да бір 4-тен 1 айналым жасайды. Сонда жасап жатқан айналымның саны 2,4-тен 1. Немесе оны 10-дық бөлшекпен жасақ 2,125 деп алсақ та болады екен. Бірінші мына жақта тұрған. Енді 12:30 болған кезде минут тілі 6-ға келу керек мына. Екінші оның орны мынау. Орын ауыстыру басында 1, бірінші орыннан екінші орынға ауысты. Мына S мына арақашты табу керек. 3 пен 6-ның арасында 15 минутқа қозғалған кезде минуттық тіл ол 90 градус бұрышқа бұрылатыны белгілі. Сонда біз қазір мына гипотенузаны табамыз. Тікбұрышты үшбұрыштың. Енді жолдан бастайық. L тең болады 2πrn формуламыз. L тең болады 2 көбейтілген π. R бізде 2, n 2,25. 2,25. 2, 2, 4. 4-ті 2,25-ке көбейтеміз 9. Демек жауап бізде 9π метр. Орын ауыстыруы.
орын ауыстырып пифагормен табамыз қайтадан. 2 метр, мына жер 2 метр, мына 2 метр, 2 метр, мынаны табамыз. Сонда 2-ның квадраты плюс екіншісі де 2, екінші қабырғамыз. Так, 4, 8. Түбірасына 8, 8 түбірасынан 2, түбірасты 2 болып шығады. 2, түбірасты 2 метр орын ауыстырдық. Ары қарай келесі есепті қарастырайық. Ені 50 метр өзенді қайық көлденеңінен жүзіп өтті. Өзеннің ағысы қайықты 60 градус бұрышқа бұрып жіберді. Қайықтың жағадан жағаға қатысты орын ауыстыру. Так, ені немен береміз? Так, ну просто А әрпін берейік. А тең болады 50 метр. Так. Қайық көлденеңінен жүзіп өтті. Өзеннің ағысы қайықты 60 градус бұрышқа бұрды. Альфа тең 60 градус бұрышқа бұрды. Қайықтың жағадан жағаға қатысты орын ауыстыруын тап. Негізі бұл есептерді бірден берілген жазбай тұрып, негізі суретін салуға сақтан қалады. Сөзі суретіне қарап отырып, әрі берілген жасақтау бар еді. Так, міне өзен былай қарай ағып келе жатыр, оңға қарай. Біз мысалы мұна А нүктесіне тұрмыз. Так, біз перпендикуляр бағытта бұлай жүзіп өткіміз келген, Б нүктесінен шығуымыз керек еді. Бірақ, өзеннің ені А, Б-ның арасында, А, Б 50 метр. Біз бұны А деп бере салдық. А тең 50 метр дей салайық. Өзенді Адан Б-ға қарай барғымыз келген, бірақ ағыс қайықты 60 градус бұрышқа бұрып жүрген, бұлай қарай бұрылған. Мына арасындағы бұрыш 60. Сонда біз мына С нүктесінен шықтық. Қайықтың жағадан жағаға қатысты орын ауыстыруына асы арасын тап дейді. Мына жер X деп, так, X сразу S орын ауыстыру деп беле салайық. Біз не көрдіміз? Тікбұрышты үшбұрыш. Бізге мынау тікбұрышты үшбұрыштың орын ауыстыру тап деп тұр, гипотенуза болып тұр бұл жерде. Так. Гипотенуза мынау іргелес катет, демек косинус анықтамасын пайдалансақ дұрыс болады. Косинус дегеніміз не ол? Іргелес катеттің гипотенузаға қатынасы. Демек осы жерден гипотенузаны тапсақ, S тең болады А бөлінген косинус, альфа деген альфа. Так, енді осы есептейміз. S тең, бізде өзеннің ені 50 метр. Оны бөлеміз, косинус 60-тағы мәні бізде 2-ден 1. Немесе 0,5 деп алса, 2-ден 1-ді 0,5-ке бөлеміз. Қанша болады? 100 болады бізде. 100 метр. Демек, біздің қайық 100 метрге орын ауыстырған екен. Ары қарай келесі есеп. Қайық жағаға перпендикуляр бағытта өзенмен салыстырғанда 18 км сағат жылдамдықпен 3 минут 20 секунд ішінде жүзіп өтеді. Егер ағыс жылдамдығы 3,75 болса, онда қайықтың жағаға қатысты көлденең бағытпен ығысуы және орын ауыстыруы дейді. Берілген жазайық. Қайық жағаға перпендикуляр бағытта өзенмен салыстырғанда 18 мен жүрген. Демек, В қайықтың жылдамдығы 18 км сағат. Километр сағатына, ол бізде 5 метр секундына болады. 3 минут 20 секунд ішінде жүзіп өтті. Уақыт бізде 3 минут 20 секунд ішінде өтті. 20 секунд. 3 минутта, әр минутта 60 секунд бар, демек 3 минутта 180 секунд. Тағы да 20 секунд, демек ол жалпы 200 секунд бойы жүзген деген сөз. Егер ағыстың жылдамдығы 3,75 болса, В, так, өзендікі деп қойған, өзеннің ағысы ғой, 3,75 метр секундына болса,
Онда қайықтың жағадан жағаға қатысты көлденең бағытпен ығысуы және орын ауыстыруы. Так. Енді орын ауыстырудың қанша екенін эспен белгілендіреді. Енді ығысуды не деп белгілесек болады? Бірінші суретін салып алайық. Өзен. Өзеннің ені туралы еш нәрсе айтпаған, бірақ адам перпендикуляр бағытта былай қарай жүзді ұйғарған. Мына В қайықтың бағыты, қайықтың жылдамдығының бағыты бір басынан А нүктесінен шыққан Б нүктесіне қарай бару керек болғанбыз. Ал ағыстың жылдамдығы 3/75. Жылдамдық бізде векторлық шама, векторларды қосудың қазір біз үшбұрыштар әдісін таңдайық деп отырмыз. Өзен былай қарай ағатын болса, так, өзеннің жылдамдығының басын қайықтың жылдамдығы соңына қосамыз. Демек, қорытқы жылдамдық қазір бізде мынау болады. Бірінші вектордың басын соңғы вектордың соңына қосамыз. Міне В қорытқы, так, мынау қайықтікі, мынау қорытқы жылдамдық болсын. Так, енді мынандай мәселе. Мына қорытқы жылдамдықтың бағыты қалай қарай бағытталса, демек қайықтың орын ауыстыруының да бағыты дәл солай қарай. Демек, біздің қайығымыз қазір былай қарай мына жақтан шығады. Мына С нүктесі былай. Егер біз мыналарды ары қарай сол жеретін болсақ, біз мына АБС үшбұрышын аламыз және жылдамдықтардың мынандай үшбұрышын аламыз. Осы екі үшбұрыш бір-біріне ұқсас деп аталады. Себебі екі үшбұрыштың да ішкі бұрыштары әр сәйкес бұрыштары бірдей. Демек, ұқсас үшбұрыштардың сәйкес қабырғаларының қатынасы бір-біріне тең болады екен. Енді соған байланысты біз қазір нені білеміз? Біз қайықтың жылдамдығы 5 екенін білеміз. Мына жерге жай 5 деп жазып қояйық, кішкентай 5. Өзеннің жылдамдығы 3/75 екенін білеміз. Және қайық 200 секундтың ішінде арғы жағадан шыққан. Демек, 5 деген жылдамдықпен ол 200 секунд жүзген болса, мына АБ ара қашықтығын табуымыз керек. Сонда АБ ара қашықтығы В көбейтілген Т. Сонда қайықтың жылдамдығын жүрген уақытынан көбейтсек, 5-ті көбейтеміз 200-ге. Так, ол бізде 1000. Демек, АБ ара қашықтығы, демек, өзеннің ені бізде 1000 метр деген сөз. Енді ары қарай біз ығысуын табуымыз керек. Ығысу деген БС-ның арасы. Демек, біз Б-дан шығуды жоспарлағанбыз. Демек, С нүктесінен шықтық. Демек, осынша жерге дейін ығысып өтіп кеттік. Сонда БС арасын табу үшін біз не істеуіміз керек? Ұқсас үшбұрыштардың сәйкес қабырғаларын бір-біріне бөлсек, олар бір-біріне тең болады. Демек, мына үшбұрышпен, үлкен үшбұрышпен кішкентай үшбұрыштың сәйкес қабырғасы қайсысына? БС-ға сәйкес мына жерде мына өзеннің жылдамдығы. Демек, БС бөлу В өзеннің жылдамдығы 3/75 тең болу керек. Енді үлкен қабырғаны кішкентай қабырғаға бөлдік па? Мынаның да үлкен қабырғасын, мына АБ қабырғасы, өзеннің ені, ол бізде 1000. Оны бөлеміз қайықтың жылдамдығына. Қайықтың жылдамдығы бізде 5. Ары қарай біз ығысуды табамыз. Сонда БС тең болады. Так, 3/75 көбейтілген 1000 бөлінген 5. Ары қарай калькулятормен есептей салайық. 3/75-ті 1000-ға көбейтеміз, 3750. Оны бөлеміз 5-ке. Тең болады 750. 750 метр. Сонда қайықтың ығысуы бізде 750 метр болып естелеткен. Ал енді бізге орын ауыстыруды табу керек. Орын ауыстыруды табу үшін біз не істесек болады? Мынау 1000 екенін білеміз. Мынара 750 екенін білеміз. Пифагор теоремасын есептесек болады екен. Сонда асы тең болады. Түбір астында, демек, АБ-ның квадраты қосылған БС-ның квадраты. АБ бізде 1000. Сонда 1000-ның квадраты плюс 750-дің квадраты. Енді өте үлкен сандар шығып жатыр. Сонда тең болады түбір астында 1000-ның квадраты. Так. 3, так. 4 плюс 750-дің квадраты. Так, 562. 500. Оған қосамыз миллионды.
Оны тубырасына шығарамыз. 1250 тең 1250 метр. Демек, біздің орын ауыстыруымыз асы арақашығында S 1250 метр болды. Ал біздің ығысу арақашықтығымыз, демек, ығысу арақашықтық бізде 750 дедік па, басы. Демек, басы арақашықтығы белгісіз. Сонда басы тең 750 бітті. Так, ары қарай келесі есебіміз. Так. Ал енді ең соңғы есебіміз. Қайық өзен жағасына перпендикуляр бағытта қозғалып барады. Өзен ағысының жылдамдығы 4 метр секунд, сумен салыстырғанда қайықтың жылдамдығы 5 метр секунд. Ені 180 метр өзенді қайық қанша уақытта жүзіп өтеді? Жүзгіштің жағадан жағаға қатысты орын ауыстыруын есептеңіз. Так, бірінші берілген жазып алсақ. Қайық өзен жағасына перпендикуляр бағытта қозғалып барады. Ағыстың жылдамдығы 4. Так, В өзен тең болады 4 метр секунд. Сумен салыстырғанда қайықтың жылдамдығы 5. В қайық тең болады 5 метр секунд. Ені 180 метр өзен. Өзен енін қалай белеміз? Қазір АБ деп белеміз. Бірін АБ дей салайық. 180 метр. Қайық қанша уақытта жүзіп өтеді? Сұрақ. Белгісіз. Жүзгіштің жағаға қатысты орын ауыстыруы. Так, орын ауыстыру S деп. Так, өзен сызамыз. Адам А нүктесінде тұрған, жағаға қатысты, жағамен өзенмен перпендикуляр бағытта өтіп, Б нүктесіне шығу керек болған. Бірақ өзен белгілі адамды ығыстырып алып кетеді. Сол үшін ол мынау былай қарай С нүктесінен шығады. Қазір асы арақашықтық бізде орын ауыстыруымыз. Енді өзенге перпендикуляр 5 метр секунд жылдамдықпен қозғалғандықтан, өзеннің ені АБ арақашықтық 180 болғандықтан, қанша уақытта өтетінін табу үшін біз өзеннің енін бөлеміз қайықтың жылдамдығына. Сонда өзеннің ені бізде 180. Так, қайықтың жылдамдығы бізде 5. Так, сонда біз 180-ді 5-ке бөлеміз. Так, 36 ма? 180-ді бөлеміз 5-ке. 36 секундта өтеді екен. Ал енді ары қарай орын ауыстыруды табуымыз керек. Орын ауыстыруды қалай табамыз? Қайтадан жылдамдықтарды қазір пайдаланамыз. Міне қайықтың жылдамдығының бағыты мынау. Так, В қайық. Өзен 4 метр секунд жылдамдықпен ағады. Демек, былай қарай өзеннің жылдамдығы В өзен. Мынау бізде 5-ке тең, мынау бізде 4-ке тең. Біздің қорытқы жылдамдығымыз бізде мынау. В қорытқы. Так. Енді қалай тапсақ болады екен? Бізге өзеннің енін берген. Басқа ешнәрсе бермеген. Мына жерден қорытқы жылдамдықты тапсақ, осы қорытқы жылдамдықты біздің жаңағы 36 секундқа көбейтсек, асы арақашықтығы шығады. Мына қорытқы жылдамдықты қанша уақыт өткеннен көбейте саламыз бітті. Сонда S тең болады. В қорытқыны көбейте саламыз уақытқа. Так, енді қорытқы жылдамдықты табу керек. Ол үшін Пифагор тік бұрышты үшбұрыш көріп тұрмыз. Сонда В қорытқы тең болады. Қайықтың жылдамдығын квадраттаймыз, қосамыз өзен жылдамдығы. Қайықтың жылдамдығы 5, 5-тің квадраты 25, қосу 4-тің квадраты 16. 25-ті 16-ға қосамыз. 25 қосу 16, 41 тубырасына шығарамыз. 6,4. Так, 6,4 дұрыс. 6,4 метр секунд жоқтап алғанда. Ал енді соны мұнда қоямыз. S тең В қорытқы 6,4 көбейтілген Т бізде 36 секунд. 6,4-ті көбейтеміз 36-ға. 230,4. Жоқтап алғанда 230 метр орын ауыстырдық деп есептесек болады екен. Осымен практикалық сабағымыз аяқталды.